Сөз депутат Әбілдаев Азамат Рахатұлына беріледі. Рахмет. Құрметті төраға, құрметті әріптестер. Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасарына бағытталған. Құрметті Роман Васильевич, қазақ елі малдың амандығын бірінші сұраған, ауылдағы ағайынның бірден бір күнкөріс көзіне айналған 4 түлік малдың саны жылға артып келеді. Мал басы көбейген сайын олардың ауруларының түрлері де сан алуан көрініс береді. Медицина адамды емдесе, ветеринария адамзатты емдейді деген қанатты сөз өз мағынасын әлі де жоғалтқан жоқ. Ветеринария қызметі халықтың денсаулығын жануар мен адамға ортақ аурулардан қорғау жөніндегі қалқан болып табылады. Өткен жылы заңнамаға енгізілген өзгерістерге сәйкес аудандардың ветеринария саласындағы мекемелерді таратып, олардың барлық міндеттері облыстық деңгейге өтті. Бүгінгі күні облыс әкімдігі ветеринария басқармалары аудандағы ветеринарлық станциялардың қызметін үйлестіру, бақылау, бағдарламаларды жоспарлау, қаржыландыру, материалдық техникалық жабдықтау және ең бастысы жануар мен адам денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды болдырмауды жүзеге асыруда. Тәжірибе көрсеткендей, кезінде жоғарғы патогенді құс тұмауының өршуі кезінде құстардың жаппай қырылуының салдарын жою, оқшаулау және одан әрі таратылуын болдырмауда бұл қызметтің рөлі өте маңызды болды. Ал қазіргі уақытта күйдіргі, оба құтыру және сол сияқты қауіпті аурулардың өршуі жоқ. Бұл да солардың еңбегінің арқасы. Ауылдағы ағайында қолында азынаулы мал ауырса, барар жері мал дәрігерлік мекемелер. Ағымдағы жылдың 9 сәуірде Сенаттағы әріптестеріміз Ауыл шаруашылығы министрлігінің басшылығымен кездесіп, ветеринария саласының проблемаларын талқылады. Онда Қазақстан Республикасының президентінің ветеринарлық қызметті нығайту және дамыту жөніндегі тапсырмасын қолдады. Алайда үкімет пен парламент ветеринарлық қызметті нығайтуға атсалысып жатқанда Қазақстан Республикасы ұлттық экономика вице-министрі Шаимова ханымның мемлекеттік органдарды оңтайландыру бойынша кеңесінде бірқатар мекемелерді, оның ішінде облыстық ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармаларын біріктіруді ұсынғанына жол болсын. Бұл президенттің ветеринарлық қызметті нығайту жөніндегі тапсырмасына парламенті мен үкіметінің ветеринарлық қызметті күшейтуге бағытталған ұсыныстарына, елдің мал шаруашылығын және қайта өндіру өнеркәсібін дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатына қарсы істеуге тура келеді. Ауыл шаруашылығы басқармасы агроөнеркәсіптік кешеннің қызметін көп дәрежеде реттейтін мемлекеттік орган болып табылады. Ал ветеринария басқармасы ветеринарлық және тамақ қауіпсіздігін, халықтың денсаулығын, жануар мен адамға ортақ аса қауіпті аурулардан қорғау мәселелерін реттейді. Ветеринария басқармасы мен ауыл шаруашылығы басқармасы қосылған жағдайда 4-5 маманнан тұратын ветеринария бөлімі құрылатын болады. Ол заңнамада жүктелген функцияларды іске асыруды толық көлемде қамтамасыз етпейді. Індеттердің алдын алуға байланысты іс-қимылдарды баяулатады. Аса қауіпті аурулары бойынша өңірдегі эпизоотиялық жағдайға теріс әсерін тигізеді. Ветеринарлық қызмет оқшауланған және тәуелсіз болуы тиіс. Сондықтан да ветеринария саласының әлеуметтік маңыздылығын және ғылыми тұрғыдан негізделгенін ескеріп, ветеринарлық мекемелердің дербес болып қалуын қолдауыңызды сұраймыз. Құрметпен Ақ Жол фракциясының депутаттары. Рахмет.